in September, on September, or at September. Қайсысы дұрыс сөзі? Бұлай қарап тұрсаң, барлығы дұрыс секілді, бірақ барлығы да қатарынан дұрыс бола алмайды ғой. Енді қайсысын қолданамыз? Баршаңызға сәлем. Менің есімім Бақдәулет. Бүгінгі видео сабақта біздер дәл осы уақытқа арналған демеуліктермен танысып, олардың қай жағдайда қалай қолдану керектігін үйренетін боламыз. Алайда сабаққа кіріспес бұрын, алдымен менің YouTube каналыма тіркеле отырыңыздар. Онда мен әр апта сайын осы секілді өзге де өте пайдалы грамматикалық ережелерді және ағылшын тіліндегі ең керекті деген сөздерді осы видео сабақтар ретінде түсіндіріп салып отырамын. Ал олай болса, сабаққа кірісейік. Ағылшын тілінде өте жиі кездесетін және қолданыстағы маңызы өте жоғары негізгі 3 демеулік бар. Бұл демеуліктер at, in және on демеуліктері. Ал бүгінгі видео сабақта біздер дәл осы 3 демеуліктің уақытқа байланысты қалай қолданылатындығы туралы қарастыратын боламыз. Ал бұл 3 демеуліктен бөлек дәл уақытты білдіру үшін басқа да during, since, for секілді өзге де демеуліктер бар. Алайда бұл демеуліктер мен at, in, on'ды шатастырып алмауымыз қажет. Бұл атап өткен демеуліктер әрқайсысы әр жағдайда әртүрлі мақсатта қолданылады. Сол себептен оларды тек қана түсініп қана қою ол жеткіліксіз. Сонымен қатар оларды жаттап алғаныңыз да жөн. At, in, on демеуліктері бұл іс-әрекеттің сөйлемде нақты қашан болып жатырғандығын білдіреді. Мысалы, мен жексенбіде балыққа барамын. Не болмаса мен кешкісін достарыммен серуенге шығып тұрамын. Дәл осы секілді on Sunday, не болмаса in the evening секілді сөздер мінекей дәл осы демеуліктердің арқасында жасалынады. Сонымен бұл демеуліктердің қолданылатын жағдайларына тоқталайық. Бірінші, ол бізде at демеулігі. At демеулігінің бірінші қолданылу жағдайы ол бізде сағаттардың алдында қолданылады. Мысалы, at 9 a.m. or at 12 o'clock және тағы басқалары. Келесі ол night, midnight, sunrise, sunset, dawn сөздермен бірге. Ал келесі қолданылу жағдайы ол бізде weekend сөзінің алдында. Әдетте бұл британдық ағылшын тілінде қолданылады. Келесі moment, minute сөздерінің алдында. Мысалы, at the moment, at the minute және тағы басқалары. Сондай-ақ beginning және end сөздерінің алдында және міндетті түрде of демеулігімен бірге қолданылады. Мысалы, at the end of the week. At демеулігінің келесі қолданылу жағдайы ол бізде тамақ ішу мезгілдерінің алдында. Мысалы, at breakfast, at dinner, and so on. Және at демеулігінің ең соңғы қолданылу жағдайы ол мереке күндерінің алдында. Мысалы, at Christmas, at Easter. Есте сақтайтын жайт, мереке атауларында day сөзі болмау қажет. Егер day сөзі болмаса, онда оның алдына at демеулігі қолданылады. Ал ендеше in демеулігінің қолданылу жағдайларын қарастырып көрелік. Бірінші, ол бізде тәулік мезгілдерінде. Еске сақтайтын жайт, at night деген жағдайда ғана at preposition қолданылады, ал қалған жағдайларда in демеулігі қолданылады. Мысалы, in the morning, in the evening, in the afternoon және тағы басқалары. Келесі бізде ол ай және жыл мезгілдерінде. Мысалы, in August, in winter. Келесі жылдар, 10 жылдықтар, ғасырлармен бірге қолданылады. Мысалы, in 1998, in the 80s, or in the 14th century. Келесі ол бізде мектептегі және студенттік шақтағы жылдар туралы айтқан кезде. Не болмаса, сол студенттік кезде курстар туралы. Мысалы, in my second university year, or in the 8th grade.
Сондай-ақ in демеулігі ішінде деген мағынада қолданылады. Мысалы, мына сөйлемді мысал ретінде алып қарастыралық. I will finish this task in an hour. Мен бұл тапсырманы 1 сағаттың ішінде аяқтаймын. Келесі бізде in демеулігі кейін деген мағынада қолданылады. Мысалы, I will start filming my video lesson in 45 minutes. Мен видео сабағымды түсіруді 45 минуттан кейін бастаймын. Яғни бұл жердегі in демеулігі минуттан кейін деген мағынаны береді. Ең соңғысы бізде ол on демеулігі. On демеулігінің бірінші қолданылу жағдайы ол апта күндермен бірге. Мысалы, on Sunday, on Friday night. Келесі, күнді айту үшін. Яғни, on the 7th of November, on August 18. Яғни, бұл жердегі күн дегеніміз число. Мысалы, бүгінгі күн. Сондай-ақ, мереке күндерінде, яғни атауларында day сөзі болған жағдайда біздер on демеулігін қолданамыз. Мысалы, on my birthday. Алайда еске сақтайтын жайт, at my birthday party деп атауымыз қажет. Келесі, бізде day сөзімен бірге. Мысалы, on this day in the history. Және weekend сөзімен бірге, яғни америкалық ағылшын тілі бойынша on демеулігі қолданылуы қажет. Сондай-ақ ең соң қолдану жағдайы ол vacation сөзімен бірге. Өте маңызды. Демеуліктерді қай кезде қолданбасақ деуіңіз мүмкін. Әрине, олар да кейде сөйлемнің арасында айтылмай түсіріліп қалатын кездері болады. Келесіде сілтеу мағынасын беретін сөздерден кейін бұл демеуліктердің бірі де қолданылмайды. Бірінші сөз ол бізде last сөзі. Мысалы, last Friday, last week, last year. Екінші ол бізде this сөзі. This evening, this year, or this week, және тағы басқалары. Келесі ол бізде every сөзі. Every week, every night, every day, and so on. Және сонымен қатар today, tomorrow, және yesterday сөздерінен кейін демеуліктер қолданылмайды. Сонымен бүгінгі тақырыпқа байланысты сабақ осымен аяқталды. Егер сабақ ұнаса, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.